200 мың теңге қаржылай сый-сияпат, төс белгі, диплом және 200 мың теңгелік сертификат теңгесімен қосып табысталады. Және де 3-ші орынды иеленіп отырған бүгінгі чемпионатымызда ерекше өнер көрсеткен Сайрам ауданы марапатталады. Musulman dastaven atın elin Allah'ın Kazak et yerliklerin dastanen birlik eke kurganın Oldumuzun şav jürüktü askalar azattığı darmanın Yendi meni gel boldum askaralı araylandı damdarın Келес ауданының ішкі саясат мәдениет және тілдер дамыту және спорт бөлімінің басшысы Илесов Дәурен Оразбайұлын табыстау үшін шақырамыз. 3-ші орын Сайрам ауданы, Сайрам командасы бәрекелді. 300 мың теңгелік сый-сияпат және диплом, шабандоздарымызға міне арнайы медаль. Илесов Дәурен Оразбайұлы табыстап жатыр. Келес ауданы ішкі саясат, мәдениет тілдерді дамыту және спорт бөлімінің басшысы. Жастар арасындағы өткен чемпионатта 2-ші орынды алғаны үшін марапатты табыстаушы Түркістан облысының көкпар федерациясының президенті Ахметбаев Ғани Молдабекұлын арнайы шақырамыз. 2-ші орынды иеленген баршаңызға белгілі Ақтоғайында керемет өнер көрсеткен Жетісай құрама командасы. Жетісай ауданына қошемет болсын. Капитан командасы Зәкір Оразхан команда капитаны. Жастар арасындағы облыстық чемпионаттың 2-ші орын иегері Жетісай командасы. Қошемет жасап қойыңыздар ағайын. Құрметті ұлттық спортымыздың шын жанашырлары, қадірменді қонақтар, баршаңызға белгілі Келес аудандағы жанашырлардың ұйымдастыруымен және де облыстық спорт бөлімінің қолдауымен өткен жастар арасындағы облыстық чемпионатта ерекше өнер көрсетіп, ақтық ойынға жетіп, міне ағаларының Санат мырзаның сенімін ақтап, 1-ші орынды иеленіп отырған Келес командасы. Марапаттайтын Келес ауданы мәслихат төрағасы Шаулиев Нұржан мырзаны арнайы шақырамыз. Тұраға келіңіз. Жастар арасындағы чемпионаттағы 1-ші орын иегері Келес командасы. Табыстаушы Келес ауданы мәслихат хатшысы, мәслихат төрағасы Шаулиев